Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіз бұны анық жасап көрмедіңіз. Жұмыртқадан керемет таңғы ас дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді және алдағы уақытта жаңа видеоларымды көріп отыру үшін қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай қазанымызға немесе кастрюльге су құямыз. Суымыз өте көп немесе өте аз болып қалмау керек. Орташа етіп кесе бататындай болу керек. Мен 2,5 стакан су құйдым. Сосын газдың астын жағып, кастрюльдің қақпағын жауып, қайнап шыққанша күтеміз. Бізде келесі кезек осындай іші құрғақ кесемізді аламыз және жұмыртқаларымызды кезек-кезек салатын боламыз. Бұл жерде мен тек бір ғана адамға арналған жасап жатырмын. Сіздер қаласаңыздар 2 кесеге дайындасаңыз болады. 2 адам үшін 1 кеседен 1 адамға осындай таңғы ас дайын болады. Жұмыртқаның үстіне кішкене шым-шым тұз саламыз. Сосын аз ғана сүтімізден құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырып болған соң, өз қалауларыңызша ірімшік, күштен өткізілген немесе колбаса немесе аскөк қосуға болады. Бізге ірімшік ұнайтын болған соң ірімшік қостым. Егер ештеңе қоспасаңыз да өте дәмді болып шығады. Міне дайын болған массамызды дәл осы кесесімен қайнап тұрған кастрюльге салып 10 минутқа аузын жауып қалдыратын боламыз. Бұл жерде кесе сынып кетпей ме деп уайымдаудың қажеті жоқ. Дәл осылай пісіретін болсаңыз, кесеңізге ештеңе қылмайды. 10 минуттан кейін дәл осындай болып жұмыртқалы массамыз ісіп, күшті болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы асқа жолдасыңызға ұсынсаңыз, дәмі аузында қалатыны сөзсіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Қазақша рецепттер каналы.